Абдулла ибн Омар радиаллаху анхума бүйтіп айтады екен: Әл-бирру шайюн хаййин. Жақсылық жасау деген, жақсылық игілік деген оңай нәрсе. Қиын нәрсе емес. Уәжхун талиқ. Әрдайым не қылып жүру? Күлімсіреп жүру, жылы жүзді болу. Уә кәләмун ләййин. Және жылы сөз сөйлеу. Ауыр сөз емес, жұмсақ, жылы сөз сөйлеу деген. Қиын емес екен. Не екен? Күлімсіреп, жылы жүзді болу. Екіншісі жақсы сөйлеу. Жұмсақ сөйлеу. Бұл екеуі неге Абдулла ибн Омар айтып отыр? Жоқ. Себебі ең алғаш сенің жақсы адам екенді көрсететін нәрсе осы екеуі. Сенің жылы жүзді болғандығың, екіншісі сені бетіне қарап білмейміз ғой, кім екеніңді. Ең алғашқы белгісі қайсысы? Күлімсіреген. Сол үшін қазақ не дейді? Түсі игіден түңілме дейді. Түсі игіден түңілме. Себебі сен бір жерге барсаң, мысалы, сен Москваға апарсызды, сен орысша білмесен, сен не істейсің? Жоқ ой, ол сөйлей алмайтын анық қой. Жоқ. Түсі жылы адам бар ма деп қарайсың, бүйтіп бүкіл адамның ішіне біреу бір күлімсіреген бір жүзі жылы адам бар ма? Өкінішке орай Москвада таппайсың, ешкім күлмейді Москвада. Түсіндіңіз ба? Бірақ адамда автоматически сенде ішкі жан дүниеңде бір топқа танымайтын жерге түсіп қалсаң, бірінші не іздейсің? Жылы жүзді адам іздейсің. Сол үшін Абдулла ибн Омар айтып жатыр: жақсылық, игілік деген неден басталады? Жылы жүзден басталады. Жылы жүзден, күлімсіреген жүзден басталады. Сен біреу саған күлімсіреп тұрса, жылы жүзді қарап тұрса, не істейсің? Соған қарап жақындай бересің. О бейшараның ұқпасаң да тілін. Не істейсің? Себебі не істейсің? Күлгенде емес. Себебі біз қазақтар, жалпы адам баласы, мынау әліппе бар ғой, әліппе. Әліппені танымастан бұрын нені таниды? Адамның бетіндегі әліппені таниды. Қадыр Мырзалиев айтады: мен кітапты әліппені оқымастан бұрын адамдардың бетіндегі әліппені оқуды үйрендім дейді. Түсіндіңіз ба? Айтып отқан сөзі мынау. Әсіресе біз бұны жібермейміз. Қазақтар мүлдем жібермейміз. Адамның бетіне қарап тұрып, айтамыз, не дейміз? Қабағын түйіп тұрса, саған ол ешнәрсе істеген жоқ, не дейсің? Ішіне не деп ойлайсың? Бір оңбаған ит-ау деймін оны. Ол әлі саған ешнәрсе деген жоқ, ешнәрсе саған жасаған жоқ. Түсіндіңіз ба? Жылы жүзді адам көрсеңіз, сізге ешқандай жақсылық жасамаса, не дейсің? Бейшара жылы жүзді екен, дұрыс адам-ау деп не істейсің? Ойланасың. Сол үшін қазақ не дейді? Табағыңды көрсетпе, қабағыңды көрсет дейді. Қабақ. Біздегі ең үлкен әліппенің біреуі қабақ. Дұрыс па? Үйде әкең мықты болса, әкеңнің қабағына қарап жүресің. Әкең қабағы жадырап келсе, не істейсің? Дұрыс екен бәрі. Әкеңнің қабағы түйіліп отырса, таяқ жеп қалмайын деп үндемей отырасың. Барлығы неге байланысты? Әлгі жүзінің жылылығына байланысты. Содан біздің ауылдың шалдар айтатын: 20 сағат шахтада келсең де жұмыс істеп, үйге келгенде жүзіңді жылы жүзбен кір, үйге жадырап кір. Болып жатқан нәрсені, жұмыстаған нәрсені жұмысқа қалдыр, үйге алып келме. Үйдегі бала-шағаның мазасын алма. Біз не істейміз? Ана далада ерегісіп келген нәрсені үйге дейін алып келеміз ғой, сөйлеп. Одан балалар үрпиіп қалады. Қатының шығады, екі көзін андай болып, не болып қалды. Дұрыс па? Сондықтан жігіттер, жылы жүзді болу, бұл жақсылықтың бастауы. Жылы жүзді болу. Жылы жүзді сен бола қалмайсың, ыржиып жүре бересің бе? Жоқ, ол арғы іште болу керек. Ішкі жан дүниеңде жүрегің таза болу керек. Ішкі жан дүниең, жүрегің таза болса, сол бетіңе не істейді? Көрінеді. Мысалы, мен еуропалықтарды көргем, ыржиып күліп тұрады, бірақ бетінде не жоқ та? Ар жағында жоқ нәрсе. Ол ыржиып тұр, зорлап ыржиып, зорлықпен ыржиып тұрған адам. Ар жағында не жоқ? Бұны жылуы жоқ. Күлімсіреудің де несі болады? Риясызы болады, жылуы болады.
күлген кезде, жымиған кезде. Пайғамбар Абдулла ибн Омар осы жайында айтып жатыр. Жақсылықтың ең үлкені қайсысы? Жақсылық жасау қиын нәрсе емес. Әрине бұл өзімен салыстырып отыр. Әйтпесе жылы жүзді болу үшін не керек? Әжептәуір еңбек керек жылы жүзді болу үшін. Әжептәуір.